Сәлем достар, Айнұрдың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен оңай әрі тез дайындалатын грек салатын дайындайтын боламын. Көкөністер мен жасыл желек жиынтығынан дайындалатын, дәруменге толы, адам ағзасына пайдалы, дастарханның көркін келтіріп, тәбетіңді ашып жіберетін дәмді салаттардың бірі. Дәмі тұздығының арқасында ерекше дәмді болып шығады, және сол тұздығын да дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге болып дайындап көріңіздер, және рецепті сақтап алыңыздар. Видеоның соңына дейін көріп, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен керекті көкөністерді дайындап аламыз. Бірінші қара зәйтүн, қияр, черри қызанағы, тәтті болгар бұрышы, лимон, қызыл пияз керек болады. Және жасыл желек жиынтығына салат жапырағы, ас көк, ақ желкенді қосатын боламыз. Соңында бетіне қоятын мынадай ешкі сүтінен жасалған ірімшікті алдым. Әркім қалауынша басқа да ірімшікті қосуға болады. Енді соусын, яғни тұздығын дайындап аламыз. Ол үшін кез келген сұйық майға тұз, райхан дәмдеуші, қызыл ащы бұрыш және лимон согын сығып, барлығын жақсылап араластырып, шетке тұзы ерігенше қоя тұрамыз. Енді көкшөптерімізді дайындаймыз. Салат жапырағын осылай қолмен үзіп турап аламыз. Одан кейін аскөкті де солай жасаймыз. Байқап тұрғандарыңыздай жапырағын ғана алып, сабағын тастайтын боламыз. Ендігі кезекте ақ желкенді де дәл солай қолмен тек жапырағын ғана алып, сабағын пайдаланбаймыз. Барлық жасыл желек жиынтығын осылай бір ыдысқа салып, араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Енді көкөністерді тураймыз. Черри қызанағын екіге бөліп турап аламыз да, дайындап қойған ыдысымызға сала береміз. Қиярдың екі шетін кесіп тастап, төртке бөліп, әр қайсысын осылай үш бұрыштап тураймыз. Енді бағдаршам болгар бұрышын алып, ішіндегісін тазалап, бұны да үш бұрыштап тураймыз. Осы салатқа болгар бұрыштың сары түсін қосқан дұрыс. Өйткені салатымызға әртүрлі түс беріп, басқа көкөністермен үйлесіп тұрады. Лимонды жіңішкелеп, майда ағылып тураймыз. Қызыл пиязды екіге бөліп, ортасындағы ақ жерін алып тастап, жіңішке етіп турап аламыз. Рецептің толық мөлшері мен құрамы сипаттама бөлімде жазылған. Сол жақтан көре аласыздар. Міне осылай тураймыз. Ендігі кезекте ірімшікті де үш бұрыштап тураймыз. Негізі классикалық грек салатында барлық ингредиенттерді төрт бұрыштап турайтын. Мен черри қызанағым ұзыншалау болғандықтан бір-біріне үйлесу үшін барлығын үш бұрыштап турап алдым. Енді туралған көкөністерді жасыл желек жиынтығымыздың үстіне салып араластырамыз. Содан кейін ыдысқа бірінші көкшөптерден салып, үстіне көкөністерді салып шығамыз. Арасына соусты, яғни тұздықты сеуіп шығамыз. Бетіне әр жеріне зәйтүннен қойып, ірімшікті де әр жеріне қойып шығамыз. Міне салатымызды толықтай дайындап болдық. Грек салаты дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сол кезде сіз бірінші болып көресіз.
поделиться бөлімін басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айнұр. Бәріңізге сәттілік.